Қайырлы күн достар, бүгін осында керемет, өте нәзік сметанник жасаймыз. Қамырына бізге ұн, сары май, қант, жұмыртқа және қамыр қопсытқыш қажет болады. Біріншіден бізде крошка пайда болу қажет. Енді жұмыртқамызды қосып, қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Енді оны тоңазытқышқа жарты сағатқа қоямыз. Ендігі кезекте салмасына бізге қаймақ, жұмыртқа, қант қажет болады. Барлығын араластырып қоямыз. Қамырды тоңазытқыштан шығарып, осылай пирог жасаймыз. Салмасын құйып, алдын ала 180 градусқа қызған пешке 35-40 минутке қоямыз. Баршаларыңызға ас болсын.